Алтынсарин академиясы 2018 жылы осы жоба ретінде қалыпқа келе бастады. Жалпы жобаның су түбіндегі асыл тастары ол демеушілер. Жоба толығымен демеушілердің арқасында жүріп жатыр десек болады. 2018 жылы Нұр-Сұлтан қаласында 14 оқушымен бірге осы жоба басталған. Бүкіл елді халықты бірлікке, ауызбіршілікке шақырып, Меня зовут Қаламқас. Мерлан. Алихан. Нұржбек, Алтынсарин академиясының студентімін. Жалпы Алтынсарин академиясы мен үшін бір дамуға берілген мүмкіндік секілді. Это программа для развития человека и знакомства с новыми людьми. Ең алдымен бұл орта. Екіншісі бұл қарқынды даму, және үшіншісі бұл болашаққа нық қадам. Университет бере алмайтын, мұғалімге тән қасиеттерді беруші, ерекше дамушы орта. Оқушы естігенін айтпай, естігенін істемейді, көргенін істейді деп. Сондықтан мұғалім оқушыларға өзінің білімімен, жүріс-тұрысымен, жақсы мінезімен, тіпті сырт келбетімен де үлгі болу керекті. Сол үлгі мұғалім болу үшін Алтынсарин керемет мүмкіндік деп есептеймін. Жалпы мұғалім болу үлкен жауапкершілікті талап ететін мамандықтың бірі. Бір ғана шәкіртті тәрбиелей отырып, бүкіл бір ұлтты өзгерте алатындай дәрежеде білім беру, сондай дәрежеде ұстаз болу, сондай дәрежеде шәкірттерді тәрбиелеу. Человек, который владеет своим предметом, умеет его преподавать, разносторонний по разным направлениям и обладает навыками воспитания молодого поколения. Әрбір бала болашақ тұлға, ал сол тұлғалар ертең біздің болашағымыздың негізін қалайды. Сондықтан еліміздің болашағы үшін мұғалімдердің атқаратын еңбегі зор. Мұғалім мамандығының жауапкершілігі өте зор деп есептеймін. Әрбір мамандықтың, әрбір саланың бастауы бұл мұғалім. Сондықтан да дарынды ұрпақтың болашағы тікелей мұғалімге байланысты. Мен өзімді болашақта өз шәкірттерімнің, барша шәкірттердің сүйікті мұғалімі ретінде көрем. Я вижу себя креативным, востребованным, разносторонним преподавателем, который имеет хорошие навыки коммуникации, использует новые методы обучения и воспитания учеников или студентов. Мұғалім дегеніміз сен мектепте дұрыс білім беретін кісі, ал ұстаз дегеніміз әрбір оқушының, әрбір студенттің, әрбір шәкірттің көңілін кешетін, қайғысында, жетістігіне бірге көретін адам. Сондықтан да мен өзімді дарынды ұстаз ретінде көргім келеді. Жалпы кез келген мемлекет даму үшін, жаңа бір деңгейге көтерілу үшін, ол жерде жаңа ұрпақтың рөлі өте зор болады. Өйткені жаңа ұрпақ жаңаша ойлайды, соңғы технологияларға бірден үйреніседі, мысалы көкірегі ашық, зерек деп айтады ғой, сондай адам болады. И менің болашақтағы негізгі мақсатым сол елімізге белгілі бір дәрежеде дамыта алатын сол жаңа ұрпақ тәрбиелейтін ұстаз болу, және сол жаңа заманның бастамашыларының қатарында болу. На данный момент Алтынсарин академия предоставляет хорошие возможности и перспективы для будущих учителей. Это программа, направленная на подготовку специалистов, которые станут высококвалифицированными в сфере образования. Жалпы мен бұл жобаға 2020 жылы келдім, Алтынсарин академиясына. Я пришла сюда работать из-за того, что мне не нравилось то, чем я занималась до этого в своей жизни. Я закончила университет по специальности международное право, и я пробовала работать в этой сфере, но та работа не давала мне столько энергии, как эта. Там была постоянная усталость,
ты перерабатываешь постоянно. Потом и было такое чувство, что у той моей работы не было какой-то цели. То есть ты работаешь ради компании, ради каких-то проектов и все. Мен жалпы өзім тарих пәні мұғаліммін. Жалпы осы мектепте 9 класста оқып жүрген кезде ең алғаш идеясымен, алғаш қозғалысымен сол кезде таныстым. Сол кезде қатты армандайтын, сол кездегі қайраткерлердің жасап кеткен істерін шамалы болса да мен де сондай болып жасайыншы деген сияқты менде арман болды. Бірақ менде сол кезеңде ондай жасайтын топ болған жоқ. Идея, андай мотивация жағынан беретін адам болған жоқ. Былайша айтқанда команда болған жоқ. А здесь, в этой работе, у меня появилась какая-то цель. И я понимаю, что здесь я хожу не просто так. Я не работаю здесь ради денег, ради какого-то престижа, да? Нет. Она дает мне такое поразительное количество энергии, что, придя домой после работы, я не чувствую такой усталости. В Алтынсарин академии царит такая атмосфера, очень благоприятная атмосфера, да, среди студентов. И когда вот я ездил на рекламу, презентацию Алтынсарин академии, и спрашивал, кто хочет стать учителем, и когда дети поднимают свои руки, ты невольно радуешься. Орталықта осы жобада, Алтынсарин жобасында, мұғалім жобасында жұмыс жасап жатқаныма шамалы болса да, бір теңіздің көбігіндей болса да, пайдамды тигізіп жатқаны өте қатты қуанамын. И мақтанышпен айта аламын. Наверное, моя самая главная работа, которая мне приносит больше всего удовольствия, это работа с девочками. То есть я координатор по социальной работе, и именно работа с девочками, она наполняет меня энергией и делает мою работу интересной. 2020 жылы біз толығымен жобаны ребрендинг жасап, Алтынсарин академиясы деп атауын өзгертіп, қазірде жалпы жобада 134 студентіміз болашақ мұғалім болу үшін педагогикалық мамандықта оқып жатыр, 8 қала бойынша. Алтынсарин Legends туралы айтатын болсам, жалпы Алтынсарин Legends'тың идеясы осы елімізге танымал мұғалімдердің қазіргі болсын, болашақта болсын, және де бұрынғы өткен тарихымызда мұғалімдік саласында өте бір үлкен жетістіктерге жеткен тұлғаларымызды дәріптеу болып есептеледі. Яғни қазіргі біздің ұрпаққа, өскелең ұрпағымызға, әсіресе біздің стипендиаттарымызға, яғни мұғалімдіктің қандай қыр-сырлары бар, яғни мұғалім аталарымыз кім болғанын, яғни ата-бабаларымыз ішінде ең ұлы мұғалімдер кім болғанын таныстыру, сол арқылы былайша айтқанда мұғалімнің имиджін сәл де болса да көтеру. В Нигял гости-спикеры делятся своими наставлениями, советами для будущих учителей, какими-то интересными историями из своей практики. И в то время, когда проходит Унигял, то есть это в среднем там 1,5, ну, максимум 2 часа, да, там царит такая классная атмосфера, потому что, например, в начале, допустим, спикер рассказывает о своей какой-то истории, заготовленная презентация у него есть. Под конец студенты задают свои вопросы, они смеются, шутят вместе. Все это очень классно, и после этого студенты реально нас благодарят за то, что им предоставилась такая возможность. Қазіргі таңда біз жоспарымыз, басты жоспарымыз, бұл мақсатымыз 134 студентіміз болса, келесі жылы оның санын 2 есеге арттыру. Өйткені біздің жобамызда оқитын студенттердің саны көбірек болу керек. Ол үшін де енді біздің су түбіндегі асыл тастарымыз, демеушілеріміз барынша қолдау көрсетті деген ойдамыз. Ол кісілерде өйткені бұл жоба тек қана 1-2 адамның жасайтын жобасы емес, бұл бүкіл халықтың жабылып жасайтын жобасы. Я думаю и надеюсь, что через лет 5 Алтынсарин академия будет как минимум известна по всему СНГ. И каждый казахстанец будет знать об этой организации как о компании, которая готовит профессиональных учителей и педагогов. Мы пытаемся сделать так, чтобы наша академия стала таким комьюнити хороших
добрых, трудолюбивых, осознанных и преданных своему делу людей, которые будут с гордостью говорить о том, что они студенты нашей академии, и чтобы мы гордились тем, что они являлись или являются нашими студентами. И мы пытаемся влить в них такие качества, которые присущи настоящему учителю. 2018 жылы Сорос Қазақстан халықаралық талдау орталығының зерттеуіне жүгінетін болсақ, 36 мың педагогикалық мамандықта студент бітіреді екен жыл сайын. Университет бітірушілер, түлектер. Бірақ жыл сайын 5 мың мұғалімге мектептерде мұқтаждық бар. Неліктен екенін біз біле алмаймыз, бірақ осындай 5 мың мұғалімнің орнын толтыратындай бір мұғалім болсақ та, бір мұғалімді дайындап шығарсақ та, 1 мыңға тең болатындай сондай мұғалім дайындап шығаруда, ол бірінші болашақ ұстаздың өзінің ішінен шығатын ынта ықыласына байланысты. Мемлекет қанша ақша бөлсін, демеушілер қанша қаражат бөлсін, жоба әкімшілігі қаншалықты күш салсын, егер біздің болашақ ұстаздардың бойында сондай бір ынта ықыласы оянбайтын болса, барлығы бекер деген сөз. Барлығы бекер болмас үшін де біз студенттерімізден сондай бір ішінен от күтеміз. Сол күтетін үмітіміз.